ма қызыл кітаптан логарифм теңестер 10.996 есеп. Әдеттегідей ең бірінші анықталу облысын табамыз. Яғни төбірасында x квадрат минус 3x плюс 4 үлкен 0-ден дейміз. Және x плюс 1 үлкен 0-ден. Төбірасында x плюс 1. Бұл жерде айта кететін нәрсе, тағы да анықталу облысына x квадрат минус 3x плюс 4 үлкен немесе тең 0-ден деген бар еді. Бірақ мына үлкен 0-ден, қатаң үлкен 0-демен бірігіп, бізде мына теңсіздікті беріп тұр. Яғни төбірасындағы x квадрат минус 3x плюс 4 қатаң үлкен 0-ден. Және төбірасында x плюс 1 қатаң үлкен 0-ден деген екі теңсіздікті береді. Екі жағын квадрат жеке-жеке шығарып алайық оларды. X квадрат минус 3x плюс 4 үлкен 0-ден. Екі жағын квадраттаймыз. Квадраттағанда x квадрат минус 3x плюс 4 үлкен 0-ден болады. Енді бұны дискриминант қылайық. А деген бізде 1-ге тең, v минус 3-ге тең, с 4-ге тең. Сонда дискриминантымыз минус 3-тің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 4. Яғни 9 минус 16. Кіші 0-ден болады. Яғни дискриминант бізде минус болған жағдайда квадраттық теңдеуде ол мәні жоқ болатын еді. Яғни квадраттық теңдеу болып жазуды ұмытып кеттім ғой мен тағы да. X квадрат минус 3x плюс 4 тең 0-ге. Квадраттық теңдеуде мәні болмас еді. Ал квадраттық теңсіздікте оның мәні болады. Қай жағдайда? Бірінші, дискриминант деген не мағына білдіреді? Дискриминант дегеніміз ол функцияның x ойсын қай нүктелерде қиып өтетінін көрсетеді. Ал дискриминантымыз бізде болмаса, яғни ол x ойсын қиып өтпейді. Қай жағдайда квадраттық функция x ойсын қиып өтпейді? Бірінші жағдай, ол x ойсынан жоғары тұрса, немесе x ойсынан төмен тұрса. Яғни мына жағдайда ол барлық аралықта плюс, а мына жағдайда ол барлық аралықта минус. Оны қалай білеміз? Минус па плюс па екен? Ол үшін ax квадрат плюс vx плюс с деген функцияның a коэффициенті 0-ден үлкен болу керек бұл жағдайда. А бұл жағдайда 0-ден кіші болу керек. Қарап жүрейік. A коэффициенті бізде 1-ге тең, яғни 0-ден үлкен. Сондықтан ол барлық жағдайда 0-ден үлкен екен. Оны біліп алдық. Енді бізден не сұрап тұр? Қарап жүрейік. Қай жағдайда 0-ден үлкен дейді? Ал бізде жаңа таптық. Барлық жағдайда. Сондықтан бұл теңсіздіктің мәні болады минус шексіздіктен плюс шексіздік. Енді екінші теңсіздік шығара берейік. Төбірасында x плюс 1 үлкен 0-ден. X плюс 1 үлкен 0-ден. Екі жағын квадраттадық. X үлкен минус 1-ден. Ол минус 1-ден плюс шексіздік дейді. Екеуін қиылыстырайық. Минус шексіздік мен плюс шексіздік. Минус 1 мен плюс шексіздік. Жүйеге салған кезде қиылыстырғанда бізде жауап минус 1-ден плюс шексіздік болады. Дәлелдейік. Міне, бізде екі аралық бар. Біріншінің түбірі 1. Бірінші жауабы минус шексіздіктен плюс шексіздік дейді. Екінші жауабы минус 1-ден плюс шексіздік дейді. Онда жауап минус 1-ден плюс шексіздік шығады. Яғни сондықтан егер жүйеде бір аралығың сізде минус шексіздіктен плюс шексіздік болса, онда сіз қиылыстырудың қажеті жоқ. Сразу екінші жауапты жаза бересіз. 1-ден жаза бересіз. Енді мына теңсіздігімізді қарап жүрейік. Мына жерде бізде минуспен тұр екен, соны теңсіздіктің оң жағына жіберіп, плюс плюс қылып жаза қойық. Яғни LG дегеніміз не? Ол негізде 10 тұр деген сөз. X квадрат минус 3x плюс 4. Үлкен логарифм 10 негізде төбірасында x плюс 1. Негіздеріміз тең, және ол 1-ден үлкен, сондықтан бағыт сақталады. Үлкен төбірасында x плюс 1. Екі жағын квадраттаймыз. Квадраттағаннан кейін
x квадрат минус 3x плюс 4 үлкен x плюс 1-тен. Квадрат теңістік барлығын бір жаққа жинақтаймыз. Сол кезде бізде x квадрат минус 4x плюс 3 үлкен 0-ден болады. Жіктейік. X минус 3, x минус 1 тең 0-ге дейміз. Бізде көбейткіш шықты. Екі көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X минус 1 тең 0-ге, x тең 1-ге. Екі түбір шықты. Екі түбірді интервалға саламыз. Сосын, мына теңістікке қараймыз. Мына теңістікте x-тің орнына біздің сүйікті 0-ді қойық. 0-ді қойған кезде плюс сан шығып тұр. Ал 0 дегеніміз мына жерде ғой, 1-дің сол жағында. Сол жер 0, бізде плюс, кейінгі минус, сосын плюс. Бізге 0-ден үлкен дейді. Қарайық, 0-ден үлкен деп сұрап тұр бізде. Сондықтан плюстерді қойымыз. Енді осы аралықты анықтау осымен қиылыстырайық. Сонда бізде деген 3 түбір болады. Минус 1, 1 және 3. Бірінші, анықтау болсын жазайық. Минус 1-ден плюс x-тікке дейін дейді. Сосын шыққаны мәніміз минус x-тен 1-ге дейін дейді. Және 3-тен плюс x-тікке дейін. Сонда жауабымыз осылардың қиылысқан аралығы болады. Минус 1-ден 1-ге дейін және 3-тен плюс x-тікке дейін. Рахмет, сау болыңыздар.